Қайырлы күн, саңырауқұлақ пен макарон дайындаймыз. Шампиньондерді тазалап, орташа қалыңдықта турап аламыз. Сарымсақ, яғни чеснок. Пиязды тураймыз. Кастрөлге су қайнатып, тұз қосып, макаронды салып пісіреміз. Табаға сұйық май құйып, қыздырып, чеснокты саламыз, пиязды салып қуырамыз. Шампиньонды қосып, араластырып қуырамыз. Саңырауқұлақтар қызарып піскен кезде сливкиді құйып, татымына қарай тұз қосып, қалауыңыз бойынша аз ғана қара бұрыш қоссаңыз да болады. Піскен макаронды сүзгіштен сүзіп аламыз. Макарон лингвини. Бір рет қайнаған сливкиге макаронды қосып, араластырып, отты өшіреміз. Егер пармезан сыры болса, терканың майда жағынан өткізіп аламыз. Пармезан макаронға, салатқа қосқанға өте жақсы сырдың бірі. Ас болсын.